Bir африкандық жігіт енді мен қазақпын дейді. Руында белгілеп алыпты, енді ол қаңлы. Бұл Абдалла Хусейн Мұхаммад мектепті бітіргеннен кейін Қазақстанға оқуға түскен. Қазір жасы 25-те. Қазақ тілін жетік біледі. Шымкентте тұрады. Шымкентте Абдаллаға ешкім таң қалмайтын секілді. Кеше асарлатқансың ау? Ағылшын тілінен сабақ береді. Блогер. Жақын күндері Шымкенттен Самалиге ұшатындар бар ма? Әнші тойда ән айтады. Бұл емес, міне осы. Қалай болады той? Негізі Самали халқы мен Қазақстанның ұқсастығы көп екен. Белгіленген рулар бар, үйленгенде қалың мал бересің, бірнеше әйел алуға болады. Самалилік қазақтан экспрессқа сұхбат алыпты. Толық нұсқасын сайттан оқып